Және дәл қазір жанымда айдай сұлу, ерекше аруымыз десем болатын шығар, Талшын. Бүгінгі образыңыз ерекше болып тұр. Рахмет, көп мен де сізге сол комплиментті айтқым келіп тұр. Шашыңыз прямо әдемі болып тұр бүгін. Рахмет. Бүгінгі таныстық тоқтағанын көрдік. Және бұл сіздер эфирге келмей тұрып, бірден түсінген жағдай болды ма? Я эфирдан тыс бұрын воскресенье күні кездестік. Сонымен сондай шешім қабылдадық, яғни мен тараптан болды. Өйткені менің сезімдерім ашылған жоқ Алиханға деген. Оның бәрі достыққа келіп тіреліп қалып жатыр, одан ары қарай бармай жатыр. Жаңа қатысушылар да айтып жатыр, неге ары қарай көрмедің ба деген сияқты нәрселерді айтып жатыр да. Бұл жерде мен жігіттің ертең үмітін үзгім келмейді. Яғни басынан бастап, если ештеңке жоқ болатын болса, біраз жерге дейін апарып, адамның сезімін бүйтіп жоғарыға көтеріп тастап жібереді ғой. Тура сондай ситуацияда болмасын деп, если басында жоқ болатын болса, лучше қазір тоқтатқан дұрыс деп ойладым. Талшын, енді мынандай сұрақ туындайды. Сіз менің ер азаматым 10 миллионнан жоғары табыс табу керек дедіңіз. Бірақ табысы жаман емес келген Алиханның өзімен сезім ашылмады. Ал табысы төмен жігіт келіп, сезіміңіз ашылып кетіп жатса, ол кезде таныстық жалғаса ма? Жұптыққа барасыз ба? Ол да мүмкін. Өйткені мен айтқым келмейді, қатып қалған қағида жоқ бұл жерде. Мен айтпаймын жаңадай, мына нәрсе болады десем, сол нәрсе болмай қалып жатады да кейде өмірде. Онда басымнан көп рет өткен, сондықтан мен Алланың қалауы, болашақта көре жатармыз оның бәрін. Таныстыққа дайынсыз, үміткер қабылдауға дайынсыз. Таныстыққа дайынмын, өзіме сондай амбициозный, бір керемет, бір мысы бар, сондай бір нағыз жігіттер болатын болса, қабылдауға дайынмын. Жақсы, экранда көрсетілген номерге хабарласыңыздар, жазыңыздар. Талшын қыз таныстыққа дайын, жаңа үміткер күтеді, сондықтан батылдық танытып, өздеріңіздің бір бақтарыңызды сынап көрем десеңіздер, міндетті түрде бос орынға жайғасуға болады дегім келеді. Ал енді сіз таныстық тоқтағаннан кейін талаптар өзгеру деген болмады ма? Талаптар өзгеруі негізінен ойлаймын, амбициозный жігіт керек. Өмірге деген көзқарасы мықты. Айтады ғой жаңағыдай, мен семьямды қолыма алып жүре аламын деген жігіттер болса, сондай. Бұл нәрсені байқамадыңыз ба? Алиханда бар ондай, но бірақ екеуміздің арамызда бір жаңадай сезімге ұласатын нәрсе жоқ екеуміздің арамызда. Екеуміз жаңа достыққа келіп күшті сөйлесеміз, нелеріміз бір, цельдарымыз бір, күшті айтамыз бір-бірімізге жаңадай өзіміздің армандарымызды, бірақ одан ары қарай сезімге ұласпай жатыр да. Ал сезім болу үшін адамда кішкене химия, симпатия деген нәрселер болу керек қой. Алиханда болған менде болмай тұр кішкене. Жақсы. Ал енді жас ерекшелігі кедергі болды деп ойламайсыз ба бұл нәрсеге? Жоқ, бұл жерде жас ерекшелігі деп ойламаймын. Өйткені жасы кішкентай жігіттердікі бар, қаншама мысалға 60 жастағы, 80 жастағы кісінің жаңадай ойын ойлайтын. Одан мысалға жаңадай кішкентай жігіттер де бар, то есть үлкен жігіттер де бар, 40-тағы, 50-дегі ағаларымыз бар. Қарасаң бір 18 жасар жігіттің жаңадай қылығын жасап жүреді. Сондықтан бұл жерде жас емес, мне кажется, жаңадай адамның көрген, білгені сияқты, опыты сияқты адамның. Жақсы, енді таныстыққа қайтадан дайынмын деп жатсыз, талаптар, амбиция қосылды деп жатсыз. Ал табыс жағы ше, ол жағы өзгеріссіз қала ма? Табыс жағы Себебі байланысты айтып жатқаным ғой. Табыс жағы, мен білмедім, шынымды айтсам, халыққа 10 миллион слишком қатты ауыр екенін. Өйткені мен араласатын орта, ол 10 миллион теңге, ол адамдар үшін нормально. И для меня это тоже нормально деген сияқты. Сондай ситуация болды да. Ал қазір кішкене басқаша көзқараста болып жатқан сияқтымын. Ақша маңызды емес деген көзқарас пайда болған сияқты, иә? Жоқ, ақша маңызды, әрине маңызды. Жақсы, бізде уақыт болып қалды. Келесі жарнамада қайта жүздесеміз, көрермен.